Улан Батыр қаласындамыз. Жалпы Улан Батыр қаласында 120-ның үстінде кашмирмен айналысатын фабрикалар бар екен. Соның ішінде бір 20-сы ең үлкендері болып саналады. Дүние жүзіне таратып отырған кашмирді. Соның Монғолия бойынша екінші орын алатын Хан Богд дейтін Хан Богд Кашмир дейтін брендіне келіп отырмыз қазір фабрикасына. Осы фабриканың директоры қазір өзін таныстырып өтер. Ол кісімен шамалы сұхбат аламыз және фабрикасын көрсетеміз. Қалай шығарады, жалпы жүннен тауарға дейін бағалармен бұйыртса. Ендеше бастайық. Өзін таныстырып өтсе алдымен. Сайн байцгаана уу? Би Хан Богд Кашмирийн үйлдвэрлэл хариуцсан захирал Нэм Тунгалаг. Бұл кісінің аты Нэм Тунгалаг. Осы фабриканы басқаратын директор. Қай жылдан бері жұмыс жасайды екен жалпы? Осы фабрика болғанда 1998 жылдан бастап. 1998 жылдан бастап. Қай елдермен жұмыс жасайды, жалпы қандай тауарлар шығарады дегендей? Ямар олсуудтай ажилтдаг, ямар бүтээгдэхүүн гаргадаг вэ гэж. Манай компани бол 27 жилийн түүхтэй. Компани 2000 Бұл өндірістің негізгі жеті жұмысшысы бар. Бұл жеті жұмысшының 80% әйел қауымы. Әйел директоры әйелдердің еңбегін қолдап жұмыстайтын осындай фабрика. Болғанда малшының қолынан товарға дейінгі бүткіл немнен істейді. Жүннен бастап товарға дейін бүткіл өндірісті жүргізеді. Жаңағы қай мемлекеттермен жұмыс жасайтын? Ямар олсуудта соңғы товарды шығарған товардарының 80%-ын сыртқа экспортқа жібереді екен. Бұл жаңағы арада Италия, Америка, Германия, Корея, Бельгия, Япония, Қазақстанда да өздерінің товарын кіргізетін немене бар екен. Қазақстанда былай филиалдар жоқ, иә? Дүкен бар дейді, дүкен. Өздерінің дүкендері бар Қазақстанда? Өздерінің. Қай қаласында? Нұр-Сұлтан қаласы. Астанада ма? Астана қаласы. Осындай 10 шақты елмен бірігіп жұмыс істейді. Қазақстаны айлын. Ер нь манай салбар дэлгүүрүүд тэгээд энэ Монголд байгаа салбар дэлгүүрүүд Улаанбаатарт одоо манайх 8 салбартай болсон. Улаанбаатарда 8 хөдөө орон нутагт бол дүкен бар екен. Баян үлгийд байгаа, Эрдэнэтэд байгаа, Увсад байгаа. Қыр аймақтарында мына осы 4 аймақтарда бар екен. Америк, шетелде осы 4 нарны энерги күн энергиясы үйлдвэрлэл анхны үйлдвэрлэл гэсэн. Күн энергиясымен өзін қамтыған Монголдағы бірінші немене дейді, фабрика дейді. Сосын бұл фабриканың бүткіл немесі күн энергиясымен жұмыс істейді. Эко немене энергия пайдаланатын сол біздің бір мақтанышымыз. Мына кісілер өздерінің өндірген күн энергиясының қайда 35%-ын үкіметке беріп отыр екен. Максмара, Шанель, Бүрнөлөг, Хүчнэлэг гэх мэтлэн брэндүүд манайхаас Самсон доллараас авдаг. Таралған төт қайда? Соны содарға экспортқа шығарады екен. Сол жаңа брендтерге. Олар өздері сосын киім тігіп? Олар киім тігіп. Мына істердің Америкада 3 немесі бар екен. Дүкен. Сан-Францискода біреу, Чикагода 2. Мықты. Жаңа бір айтылмай қалған немесін береді екен де, осындай заказ беріп, осындай неменемен өндіріп беріңдер деп заказ беруге де болады екен. Біздің брендпен өндіріп бердік, біздің брендті салып өндіріп бер деуге де болады мысалға. Брендпен қандай киім өндіреді. Киім товардардың модасымен де өндіруге болады екен. Моделін өздері беріп, сол моделмен өндіріп беруге де болады дейді.
кез келген жерден отырып тікелей хабарласып моделін жіберіп қандай модель керек соны осы жерден тігіп бере алады екен. Түсінікті, тамаша. Мына бір сұрақ, мынаның ішіндегі заттың барлығы 100% кашемир ма? Индустрияға бухим кашемир. Сиырдың көбірі қайда? Сиырдың жүні, иә. Сиырдың жүнімен өндіреді екен, төтпен өндіреді екен, түйенің жүнімен өндіреді екен. Үш түрлі өнім бар, иә? Үш түрлі өнім бар. Тэнчи яг онцолж Нөмір ганцхан баян онгорын шин жистгээд нөмір бірінші төт екен. Бұл өте масал гардаг цагаан олор. Яг энэ самсан бол энийг бол жүрімсақ екен, иә? Өте жұмсақ. Салмақ мүлдем жоқ. Жеп-жеңіл. Бұл төттің ең бірінші төт деген сөз дейді. Бұл Монғолияда жалғыз Байынқоңыр аймағының Шинженсті деген сұмыннан келе шығатын төт. Ешкім төті. Иә. Басқа Монғолдың қай жерінде де бұндай төт жоқ дейді. Энэ бол дөрөвдүгээр өнгөн наалар. Энэ Мынау төртінші, нөмір төртінші. Бас натурал яг энэ өнгөөр ингэж яадаг. Энэ Мынау нааларуудыг натурал өзінің өңімен. дандаа натурал өнгөөр. Иә, бұл ешбір боялмаған, Энэ хоёрдугаар өнгөн. Исте жоқ, толық тазартқан Исте екен. жоқ, тазар. Мынау екінші, нөмір екінші. Мен буун шиг. Бұл айырмашылық неде сонда? Екінші Бұны мына немесінде қой. жібінің жуандығында, иә? Жуандығында. Юуға нарийн юугаар те. Нарийн микронтойгоор нь ерөнхийдөө Монголын наалрын микрон нь бол Микронға байланысты. Микронға байланысты. Мынау 10.5 ең кішкене микроны бар деген сөз. Мынау екінші, мынау төртінші микрон. Урт нь ер нь Монголын наалар яг эко юу талтаа болохоор 36-аас 38 см одоо хиттийнхийг бол арай гүйцэтгүүч гэсэн яг нөгөө эко тал руугаа байгаль яг одоо марман одоо ингээд гадаа бэлчээж явдаг тэр талаас илүү эко тал руугаа улс орон ч гэсэн. Яа мынау Монголияда болгондо немене екен? Монголияның төті болгондо қандай бір өндіріс мына фабрикада бақпаған мал табиғатта таза ауада мысалы кейбір фабрикалар бар ғой мал немізге бақпаған. Доктор үлдэх талаас нөгөө малчиттайгаа яг нөгөө эсэфэд мына магистр біткен айналмен жұмыс істейді екен. Бірінші малшыдан қоршадан қайтып неменеге деп осы фабрикаға деп бүйтіп айланып жұмыс істейді екен. Тікелей, иә, малдан бастап, иә. Иә. Жақсы, мынау соның лағы, иә? Кашмир. Так, шоурум. Мынау үйлдвэрлэл авч ирсэн. Дээрээс нь бид хаварч үйлдвэрлэлийн зүгээр шинэ видео. Кішкентай балдардың манайх жам байдаг. Цаатаа бол загварынхаа онцлогийг бас 90% төгөд неменесі жылтырақсан не бар. Бусад ер нь бол манай 5-10% иеленеді. Энэ болохоор сарлгийн бас бүтээгдэхүүн байна. Одоо сарлаг гэдэг маань энэ. Мынау керем екен. Жүп жұмсақ, жип. Қодас сиырды білесің бе? Иә. Қодастың жүнінен сарлаг эдгээр яакийг мэдсэн тийм. Сіздер сарлық дейсіздер ме, қодас дейсіздер? Қодас. Бізде қодас дейді. Өте жыл екен ұстағандан білініп тұр, иә. Енді түйенің жүні тағы да бар отыр. Темен. Мынау осы брендтің жұмыс жасайтын елдері. Дау гэдэг. Ормол бүтээгдэхүүн гэдэг маань даавгаа гэж гаргадаг гэсэн. Түйенің жүнінен. Энэ бас сарлаг одоо ингээ яак ингээд зөөлөө ажил талдаа шүлжмэлж байгаа. Жив-жеңіл екен. Пижак болтоо бас гаргадаг гэсэн. Жив-жеңіл екен. Сарлгийг бас ингээ мысалы сіздер бүйтуге болатын болар. Қазақстанның азаматтары, бизнесмендері мына кісілерге моделін беріп. Жаңа айтқандай ғой, иә. Айтқандай. Мынау оптың бағасы ма әлде бір данасының бағасы ма? Энэ боны өнері ме? Шишкеген өнері ме? Шоурумда дандаа нэг ширхэг үнээр явж байгаа. Біреуінің бағасы дейді. Бір дананың. Оптым емес. Боны үнээр гэж явдаг. Оптым болса бұдан түседі, түседі. Мынау байқап тұрсаңыздар, міне жіп-жеңіл, салмақ жоқ мүлдем. Манай мартак коллекцийн хамгийн тренд болсон загвар мэдлэнгийн загвар байгаа. Одоо энэ мартак. Бұлтарға тренд болған немене модельдер екен. Бұлар да жіп-жеңіл. Бұлар түйе ма? Жоқ, кашмир. 2 миллион 800. Энэ 100 кашмир. 849 мың. Энэ тедий шүлжээгээр ийм шүлжээгээр ч гэсэн 100 кашмир. Жалпы таза кашмир 100% кашмир. өте қымбат болады. 100% кашмир. Мынада салмақ бар екен.
2.489.000. Морьтой загвараас. Цой кашмир. Бағасы жақсы екен. Мына ат Аттарға тренд болған аттың нөмірімен. суретін кіргізген. Кашмир бұл да, иә? Кашмир 100% кашмир. Күшті жұмсақ. Салмағы. Не, жеп жеңіл. Киіп жүргенін білінбейтін сияқты мынаны. Энийг хэлэрсэн. Хөнгөн юм байна ингээд. Гайхаж. Таамч юм. Одоо энэ ч бас энэ бас кашмир. Бұл да кашмир. Ийм ихтэй дагуулж байгаа. Одоо нөгөө морьтой коллекц маань илүү нөгөө нэг айгуух борлогдсон шинэ коллекц байгаа. Энэ маань чүпрек кимдер болса орны хүмүүс осындай чүпрек кимдер болса ауыр болады ғой. Мынада жеп жеңіл. Иә, салмағы көп. Қайта чүпректер соқ болса мынау керісінше мынау өте жылы болып тұр. Жеп жеңіл және жып жылы. Иә. Я соны да істер неметіп айтып тұр. Иә, мұнда мен қанша суық болса да көріп жүрмін, кашмир киіп жүрген адамдар бұл түрлі жеңіл жүреді де, біз сияқты қап қалың емес. Біз қалың киіп жүрік қой қазір. Суық деп. Ну, безрукавка 189.000 екен. Бұл да кашмир екен көрініп тұр, жеп жеңіл. $389.900 дейді. Бүтээгдэхүүнүүд гэхээр энэ алчуурууд нэхвэл шилбэл юм гэж байна. Ийм нэмэхгүй. Шарфты. Шарф кашна. Кашмир. Ийм нэмэхгүй. Осындай жұқа кашмир. Мынау кәдімгі. Мынада мүлдем салмақ жоқ және ұстағанда кәдімгі. Ийм нэмэхгүй. Ингиш нэмэхийн ч бас гарч байна. Бірақ қымбаттылар бұлар, иә? 450.000 екен. 450.000. Жеп жеңіл керемет. Ар жағы көрініп тұр. Тамаша. Мына жердегі мыналар да кашмир ғой. Бас 100%. Мынау міне. Қазір мен жарыққа қарайтын болсақ. Осындай жұқа, бірақ жылы. Қызық, иә? Шарфтар. Ар жағындағы адам көрініп тұр ғой. Ені 1 метр, ұзындығы 2 метр екен. Осының ба? Иә. Бұлардың бағасы 389.900, 390.000. Бірақ мұның салмақ дейтін мүлдем жоқ. Иә, оптым емес. Оптым болатын болса қанша пайыз түседі мұндан? 30%-ға дейін арзандайды. Неше данадан бастап оптым болып саналады? 10.000 шкектен жоғары қарай 10.000 данадан жоғары алса, оптым болып саналады және 30%. Ол 30% оптымның ішінде 10% оптым немесінің данасына байланысты 10%, 20%, 30%. 10.000-нан жоғары қарай болса 30%. 10% түсу үшін қанша алу керек? 1000-нан төмен болса 10%. 1000-нан төмен болса 10%. 5000-нан жоғары болса онда 20%. 10.000-нан жоғары болса 30%. Мысалға 1000-нан төмен болғанда әртүрлі тауардан, әртүрлі размерден 1000-нан төмен алатын болса 10% болады, е? Ина бүх төрлөсін мен қашыққа көй білшікті, те? Болдың, те? Болады дейді. Түсінікті? Тэгээд манайх нэг заяа сайхан гээд зураачтай арт авч заяа сайхан зураачийг бол Японд аягүй энэ хүний зураг одоо манай захирлын өрөөнд манай Ну, живик сияқты уу? Энэ бол 100% сэлк. Энийг найдлан тийм бидний коллекцийн Өсөө живик қой. Живик. Энэ зураг нь хамгийн гол. Мынау болғанда заяа сайхан деген кісі өзі нэг зураг нь бол тэр сызған екен. Өзі сызған. Монгол суретші өзі сызған. Монголын том зураач байгаа. Суретшінің 359.900. 30-дан $50,000 сатылатын сондай суреттің немесі дейді мынау. Көшірмесі. Японға суретін Японға шығаратын кісі екен. Атақты, Японға атақты. Сосын бір суреті 30-дан $50,000 дейін жетеді дейді. Сол кісінің сурет. Сондай
атақты суретші сыздырған суреттер. Силк мен кашмирді араластырған. Жібек пен кашмирді. Кашмирді араластырған киімдер бар екен. Силк кашмиргээд одоо би гэдэг нарийн Жібек 55% жібек, 45% түлк дейді. Мүлдем салмақ жоқ. Та нөгөө бас халуун чин ерөнхийдөө бас тийм силк кашмирын бүтээгдэхүүнийг бас сонирхож байна. Қазақстан ыстық болғандықтан силк мен кашмир араластырған осындай товардарды алса Жақсы болады, иә. Қатты ысытпайды, қатты терлетпейді. Тамаша, ары қарата енді мына жақты көріп шығайық. Опа. Бас амарсан бай манай нөгөө лаборатория мына жүн жуатын немелер бәрі демалып жатыр екен. Аха. Одоо энэ ингээд нөгөө экспортлсон орнуудынхаа юмыг дээжүүдийн дандаа авч ингээд үздэг. Тэгээд дээжээ авч үзээд Мынау экспортлған немене товардардың немесі екен. Италийн юутай шинжилгээнд таардаг гэдэг маань энэ ахгүй. Тэгээд ингээд бүгднийг бид нэр ингээд багцлаад одоо орон орноо экспортлсон гол ингээд сэмпл болгоод аваад ирдэг. Манай сарсны өдөр одоо 3 сараас Түсінгенім бойынша әр елдің сапа талабына сай қылып, мынау мысалға Германияның талабы, осындай сапада болу керек деген. Энэ ингээд одоо Макс Марад өгдөг камел түйенің жүні. Опа. Торон гэсэн үг. Тормны ноолуу гэсэн. Нос. Торон гэж камел Түтілген, иә. Торон гэж юу вэ? Арай нөгөө тэмээнийх нь арай бага насных нь юу байхгүй юу? Ботог торон гэдэг нь шүү дээ. Тэрний насыг бид нэр. Ноо түйенің ботасынан 3 жастағы түйенің соның жүні екен мынау. Тіпті жасына дейін бөледі, түйені? Жасына дейін бөледі. Бірінші естіп тұрмын, жасына дейін бөліп жүн пайдаланатын. Жасы үлкейген сайын жүні қалыңдайтын болады, жуандайды. Мынау болғанда тішке болу үшін сол. Мынаның бәрі Кашмир. Индия, Англия, Германия, Корея. В общем, егер шетелден манай нөгөө яг үйлдвэрлэл таарсан самбах үйлдвэрлэл байгаа. Ийшээ 3 хамбагд байгаа. Угаах үйлдвэрлэл байгаа, самбах үйлдвэрлэл байгаа. Нийтдээ манайх жилдээ мына жақта 3 өндіріс бар екен. Тағы да басқа жерде былай оңға қарай жүргенде тағы да 3 одар болғанда демалып кеткен. Мына арада болғанда мына жүн жуатын. Уғақ үйлдвэрлэл. Тарайтын өндіріс екен. Бұл да демалып жатыр, да? Тарайтын өндірісі бұл болғанда тағы да немеп жатыр. Демалып жатыр. Иә. Мынау лабораториясы. Тамаша. Бұл жерде мына түйенің жастарымен түрлерімен қойып қойыпты. Біз үшін бұл жай ғана айыр түйе. Мына жерде кашмир алатын ешкілер. Екі өркешті бізде айыр түйе деп айтады. Так, ары қарай қайда барамыз? Мына түтетін жағы демалып жатыр ма сонда? Иә, түтетін жағы. Көріп шығайықшы, бола ма? Просто. Зогссон дага. Юм уу Түнен көрейік. Үстіне жасап жатыр ма? Дээрээс тар. Иә. Ремонт жасалып жатыр екен. Иә. Здесь, собственно, еще сидят, там наши бухгалтеры, здесь наш Кеңсе қызметкерлері. Иә. Таралып шыққан жуып түтіліп Осыдан кейін жеп болады уже, иә? Мына жағында мына қазір демалып тұр екен, ремонт отыр екен, мына жағында фабрикасы. Түтетін. Мына жаңағы сырттан дронмен көрсеткен осы ғимараттың макеті. Мынау бір кішкене өндірісті дейді. Мына жақта үлкен 2 өндіріс бар дейді, өстіп.
түтіп Иә, немен иә. тарайды. Ер нь зогсчдаг 12 сар гэж тэгээд 12-чи айда тоқтап қалады екен ол өндірістер. 3 сар гэхэд одоо Үшінші айда қайтадан бастап ажлаа бэлдээд ингээд жұмыстайды екен. Сол мезгіл 12-ші айға дейін керекті шикізатты дайындап алады Дайындап, да, иә. тоқтайды, сосын 3-ші айда марттан бастап қайтадан қосылады. үшінші айда ешкі тарап бастаған кезде қайтадан бұл істердің сол өндіріс іске қосылады деген сөз. Мынау сіздердің Алынған сертификаттары. ер нь манай 1 сарын 29-нд танхимынхаа юм дээр биыл болғанда мына кісілер осы мынандай жетістіктерге жеткен екен. Монғолдағы топ 100 компанияның бірі болыпты. Одан кейін экспорттық компанияның топ 10-на кіріпті. Мына кісілер кім? тий манай юу гэдэг вэ? Манай Мынау біздің бас министр, Монғолияның бас министрі. Премьер-министр. Мына кісі осы компанияның немесі екен, Басшысы. басшысы. Наатурынхаа салбар, хөнгөн ажилтнуудынхаа салбар. Саласындағы ең алғашқы еңбек батыры дейді. Мына кісі, Иә, иә. түсінікті. Жүнтөбе өндіріс саласының ең алғашқы еңбек батыры. Орцоод гран-при шагналыг авсан. Италияның немене шоуына кіріпті, модель. Италияның мода көрсететін шоуынан гран-при алған. Мына үш брендісі болғанда сол Базар дейтін бренд пайдаланады. Еле Пайдаланады, иә. Түсінікті. Қайсы президент? Монғолия президент осы ма? Наатурынхаа салбар захирал Келесі дизайнерлерге кіріп келдік. Здесь наши все дизайнеры сидят, Фантазиясы мықты кісілер ғой. Да. фантазируют и после этого оттуда. Люди, которые создают. Да. Санбайна? дизайнер сүлжээ хээ юугаар одоо загваруудаа бичсэн. Маша. То есть вся красота происхождения отсюда идет. Программаар стаж юмаа гаргаж Кішкентай формулар. Тамаша. Мына жерде сызып жатыр. программа жазып жатады екен де. Буцаад Сосын мына өндірістерге сол программаны жібереді. ямар машин дээр яаж сүлжээнийхаа юу байна. Машинаға программаны Сосын машина өзі тоқтайды деген сөз. егер мысалға Қазақстаннан өзінің моделін жіберетін болса, бұл кісілер программаға салады да машинаға жібереді. Қазақстаннан өре материалдың моделін бірақ жіберетін болса, оның арада біз программаға кіргізіп сосын өндіріп. Рахмет. Так, ары қаратай орысша кетеміз енді. Здесь наши программисты сидят. То, что сделано дизайнеры, да? Ага. Ну, сюда приходят, и здесь они программу пишут. То есть вот эта программа отсюда идет вот на эту машину. Ну, потом пойдем посмотрим. Так, қысқаша қазақша түсіндіре кетейін. Жаңа біздер дизайнерлер бөлмесінде болдық. Сол дизайнерлер фантазиясы мен дизайнын шығарады да, соның барлығын мына кісілерге береді. Бұлар программа жазады. Сосын осыдан шыққан программаны ана тігетін машиналарға жібереді. Машина ары қаратай сол программа бойынша, сол модель бойынша тоқып шығарып береді. Меняется на программу здесь. Ну, здесь очень сложный процесс там все идет. Көрініп тұр, жасайтын құралдар.
мынандай мышканы бірінші рет көріп тұрмын өзім. Компьютеры очень дорогие. Один там полностью где-то в комплекте стоит 20 тысяч минимум долларов. 20-30 тысяч долларов они стоят. Мына осы комплект, мынандай комплектісі где-то 20 мың долларға дейін келеді дейді. Кофе машина ғой? Процессор, мынандай мышка. Осы тура. Мүшеден сыза береді. Мақта. То, что здесь программа написана, они сюда, в эту машину идут. Так, допустим, вот здесь вот ставите, да, флешка. Ага. И вот это сама производит. Шьют, то есть. Вот это Шимасейки из японской машины идет. Бұл жерде Шимасеки дейтін жапондық машина. Мынаған флешка салынады, жіптері қойылады керекті, ары қаратай машина өзі тоқып шығарады. Но қазір что он шьет сейчас? Где? Что он шьет? Откуда выходит конечный продукт? Здесь шьются и сюда выходит. Мынадан шығады, да? Покажу вот это. Ага, түсінікті. Наверное, еще. Здесь вот они сами по программе распределяются, да? Ага. И после этого сюда они идут. Вот так вот здесь падает. Мынау қазір уже дайындалып шығып жатыр. Тігіліп. Здесь, то есть, Шимасы, вот это японская машина, и Штол, вот это, немецкая машина тоже идет. Жапондық және германдық машиналар жұмыс жасайды екен. Ну, принцип одинаковый. А здесь можно... Получается, немецкий лучше. Ну, и то, и другое лучше, но чуть-чуть в сфере работы, чуть-чуть там другие. А сколько стоят такие машины? Ну, что, я не помню, но где-то 70 тысяч долларов есть. А вот это Шимасеки там 35-50 тысяч. Мына машинканың бір-біреуі 70 мың доллар дейді, немістікі. Шимасеки, жапондық 30 мың доллардай болады дейді, бір-біреуі. Какой машина? Вот это, допустим, вот большие, да, вот это мини Шимасеки, маленькие детали делается здесь. Мынаның ішінде машинканың түр-түрі бар. Былай қарасаңыздар, мысалға қаншама машинка, қаншама қаражат мынаның барлығы. Так вот они выходят. То есть они все вот это здесь делают. Рубашка там, шапка. Головной да? убор, Да, все что угодно, носки, перчатки полностью. Да, ну насчет носки там другой машина есть. Бұның ішінде киім, бас киім шығаруға болады. Ну, здесь самая дорогая машина, вот это Штол получается, немецкий вот это. Ең қымбаты осы немецкий Штол дейді. Штол. Дұрысы. То, что здесь связано, да, из машины выходит, они сюда идут, а вот здесь вот их всех присоединяют, то есть шьют. Ана жақтан бөлшек-бөлшек болып шығады, мына жерден қыздар отырып қосады екен. Ну, каждую вот эту маленькую деталь вот здесь вот делается. Соединяется. Да, соединяется. Тоже кашемировыми нитками, да, получается? Да, они все здесь кашемир, там, из верблюжьего, там, все у нас. У нас все 100% делается. Як, кашемир и верблюд, да? Да. Три продукции. Ну, верблюд у нас здесь не делается, здесь только як и кашемир. Қодас пен кашемирдің жүнін тек қана осы жерде пайдаланады екен. Түйенікі басқа жерде. Машина итальянский комплит называется. Комплит. Да, итальянский. Принцип работы вот видно здесь.
Оның әрқайсысын кіргізіп отыру дейтін. Ол қазір екеуін бір-біріне қосу. Киімнің екі бөлігін бір-біріне қосу. Мынандай отырысқа көз керек. Сапасын тексереді. Салмағына дейін қарап отыр. Качество, дырки есть или нет. Бұл жерден шыққан заттарды осылай тексереді екен мына. Жарыққа кіргізеді. Тесік жоқ па, артық жіп жоқ па. Осы жерден тексереді. Всякие неправильно все вот здесь вот проверяются они. Тамаша. Мынау, Дефекті бар ма деген тексереді. Дефектологтар, в общем. Контроль качества. Да, контроль качества. Да. Здесь идет. Даже вес, да? Даже Да, вес. они взвешиваются, и каждая детали там одинаково должен быть. Да. Салмақтарына дейін өлшеп, бірдей заттардың барлығының салмағына дейін бірдей болу керек екен. Соған дейін қарайды екен. Там сзади наши, после готовых продукты, там этикетки, там всякие вот это здесь шьются. Мына жерде мына жақтағы кісілер бәрін қосып бергеннен кейін этикеткілерін, жаңағы бренд, қандай бренд екенін көрсететін. Соларын тігіп жатыр. Материал. Бұлғары ма? Жоқ, бұлғар емес қой. Бұларда ақтық ауыз жіп не бар, солдарын алады екен. Одан кейін ана жуу неменесі болады ғой. Жуғанға арналған. Қалай жуу керек? Размері содан береді екен бұлар. Вот эта часть, то есть лишние всякие вот это нитки, да, все вот это убирается здесь, вот, зачистивается, чистят здесь. Артық жіптер алынады. Бұл да енді контроль качества тоже, да. Слежение. Ну, здесь не контроль качества, просто их чистят, вот видите, там, скотчем вот это. Опа, мына қараңыздар. Артық қалып қойған жүндерді пинцетпен, скотчпен тазартып отыр. Да. Ну, которые на теле остаются, которые, да, на одежду цепляются. Киімде қалып қоятын жүндер, артық жіптер, солардың барлығын. Қандай қиын жұмыс, оның барлығын. Клейі бар қағазбен бәрін тазалап отыр. Кісілердің жұмысы өте қиын екен. Машинканың жіберген қатесін дұрыстап отыр, былай қарап тұрсаң, техниканың жіберген қатесін дұрыстап отыр, қайтадан тоқып отыр. Қалып қойған жіптерін.
То, что с этого машины вышли, да, они сюда, чтобы здесь моют. Здесь стирают, да? Да, стирают их. Мына бірінші машинкадан шыққаннан кейін жуады екен барлығын. Ең соңында жуатын болып тұрған. После стирки они очень мягкие становятся здесь. Ну, то есть специальные средства, там вот это, всякие средства моют, потом здесь сушат и здесь их гладят. Мынаның ішінен арнайы технологиямен жуады, содан кейін кептіреді. Это сушилка? Сушилка. Да. Мына жерден кептіреді. После мойки и сушилки они очень здесь это, мягкие. Это уже конечный продукт, да, получается, да? Ну, еще не все. Ну, после этого идут на гладят. Глажка, они. да. Да, глажка идет. Бұл жерден жуып кептіріп шығарғаннан кейін Вот это там этикетка. мына жерде үтіктеу жұмысы жүріп жатыр. İşte кондиционер қосылып тұр. Өйткені өтек жұмыс жасап жатыр. Мынаның іші өте ыссы екен. Қыста қазір дала сыртта қазір минус 20 болып тұр. Мынаның ішінде кондиционер қосылып тұр. Вот этикетки будут сняты. Вот здесь вот самый последний чаны шашлычевый, да? Это уже конечный продукт. Да, получается. конечный здесь проверяется вот, на качество. Да. И отсюда упаковываются и в склад идут. Бұл жерден тағы тексеріледі екен. Мына жерде қазір мына кісілер тексеріс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Үстерінде ақ халат кәдімгі доғдыр сияқты. Бұл жерден де тауып алып жатыр ана кісілердің жіберген қателерін. Осы жерден ең соңғы рет тексеріледі екен. Осы жерден. Сосын здесь пакуется, да, получается, да? Нет, здесь упаковывается там. И оттуда в склад. Содан кейін қапталып мынандай сумкаларына салафанға салынып қоймаға келеді. Сюда последний склад. Осы жерден қамайнау. Осы жерде міне дайын тауар. Осы жерден жан жаққа кетеді. Маскиге дейін. Инвестиция басының атабасы отставыш, бойны отставыш. Аштарадан тура дүкендерге, сатып алушыларға, Шетелге, дүкендерге, экспортқа. Түсінікті? Здесь сейчас, наверное, где-то около 100 тысяч продуктов. Ну, штук. 100 мыңдай дейді, тек қана. Здесь их, там еще. Еще у вас, вы говорили, два этих есть, да? Ну, на сегодняшний день, пока мы в месяц делаем где-то около 10-12 тысяч продуктов. Ну, вообще у нас там, если по полной силой работать, там 25 Это в день? тысяч. Нет, А, это в месяц? В месяц? Да. Так, енді. қоймасына барайық. Барайық, көрейік. Так, ары қаратай жіпті көрейік енді. Ода сол үстіне алғат көреді. Моңғолияға келе жатқандағы өзімнің ойымдағы түсіргім келген нәрсенің бірі осы. Өзім көзіммен көргім келген нәрсенің бірі. Өте жақсы болды. Осы адамдарды тауып, өз көзіммен көріп, есіктерінде баяғы печать соғып кетеді екен. Оған да өтен адам басқа есіктерде жоқ, қарап тұрсаңыздар. Ну, дәл осы жіп қоймасында печать қойылады. Тек қана бір адам ашады, бір адам жабады. Қолында печеті бар адам. Бұл жерде пальто, пиджак тігетін жағы.
То есть здесь наши там из яка, да, стопроцентный кашмир, там тоже делается пиджак, костюм, пальто там. Верхняя одежда получается. Да, только верхняя одежда получается. Тек сырт киім дайындайтын бөлігі фабриканың. Пиджактар, пальтолар. Мата. Да. Қалың мата жағы, в общем, да? Мына пальто тігіп отыр. Ішінде қолмен де тігіп жатыр. Мына жақта машинкамен тігіп отыр. Это мешки делаются для своих продукций. Да. Для своей продукции мешки. Сыртқы қабы екен, пальтоның қабы. Пальтоның сыртына кигізетін чехол ғой, былай қарап тұрғанда, қабы, иә. Иә, чехол еді. Мына жерде пішіп жатыр. Пішетін, кесетін машинкалар. Мына жағында мына кесіп дайындап қойған барлығын бірдей қылып. Сызып, кесіп барлығын. Мына мына кесетін машинка. Мына жағында маталар дайын. Мынау лекалдар, әртүрлі киімі. Әйелін тігінші болғасын, оны білем енді, лекал екен. Бұл жерде енді дәлдік керек. Шамалы қисық кесіп жіберсе, бітті. Ол да кесетін машинка. Здесь? Барлығын тігіп дайындағаннан кейін осы жерде міне запас ілгек, этикетка деген нәрселерді осы жерден қалдырады. Да, осындай пальто болып шығады. Біреуін киіп көрейік. Біреуін киіп көрейін. Ұмсуды шоқы. Басынасың. Ничего, екіті сол. Еміктен ол? Жив-жеңді. Жив-жеңді. Көрініп тұр еркек екен. Вообще веса нету, а? Не чувствуется, что он на тебе. Ну, зато они очень теплые. Да. Мыналар әлі. Да. Сатып алғаннан кейін кеңейтесің. Жан қалтасы барлығы тігіліп тұр. Алматының қысына киетін пальто ғой? Иә. Біздің Атырауда да жай киіп жүруге болады. Атырауда да қатты, ондай суық жоқ. Тамаша екен. 1.100.000-ден 2.500.000-ге дейін болады екен. Бағалар да? 1.500.000-ден 2.500.000-ге дейін? 1.100.000-ден. 1.100.000-ден 2.500.000-ге дейін. Хочу полностью где-то 1.200.000 там выходит. Это розничная цена? Да, розничная. Сату бағасы, егер бір-бірлеп сатып алатын болса, пальтолар, осы пальтолар 1.200.000-ден 2 миллион жарымға дейін барады екен. Около 1.100.000 с чем-то там. 1.100.000 с чем-то. Это если так купить, смотри, да? это як или там кашемир, там и от этого тоже цены зависят. Қазақстан теңгемен бір 200.000 теңгеге мынандай пальтолар. Иә. Любой рисунок, любой чего можно быть. Вышивание? Да. Мана? Кесте. Мұнда тігіп жатырмын. Саржықпен. Қандай да бір эмблемді мынау сап кесте қылып шығарады. Брендінде бүйтіп В этом году сейчас год змеи, поэтому... Да. Биыл жылан жылы болғасын міне. Жыланның несін салып жатыр. Суретін.
кез келген суретті тігіп береді. Әртүрлі ұстайтын құралдары. Брендісін өстіп Кашмир, аха. өстіп шығаруға болады екен. Өзінің брендін, иә. Өзінің брендісі. Иә, иә. Қазақстанның қандай да бір брендісін өстіп тоқып шығаруға болады. Ал бизнесмендердің құлағына алтын сырға. Сіздер біз бизнесмендерге үміт беруге болады екен. Қазақстанның өз брендісімен өз Иә, соны айтамын, өзінің брендісімен, иә. Моделін жүріп, иә? Здесь у нас склад пряжи. Мәссаған. Жіптей де сатылады ғой бұлар, иә? Продаются и нитки тоже продаются, да? Нитки тоже можно продавать. Да. Это получается микрон или что? Плотности? Это цвет, код цвета 8200, 153. Түстің кодтары екен. Да. Мынаның ішінде енді Здесь в основном кашемировые нитки здесь. Пряжи должны хранить в влажном месте, поэтому здесь вот увлажнитель. увлажнитель все время. Определенные градусы здесь должен быть. Влажность там какой-то процент всегда должен быть. Бұл қойманың ішінде кашмир жіптерді сақтау үшін арнайы температураны ұстап тұру керек және арнайы ылғалдылықты ұстап тұру керек. Міне қазір мына жерде ылғалдатқыш жұмыс жасап тұр. Жіптің түрі бар. Бұларды да тікелей тапсырыс беріп алуға болады дейді. Әртүрлі түсте мынадан жіпті алып, өздеріңіз керек киімді тігіп алуға болады. Өздеріңіздің өндірісі бар кісілер жіптей алуға болады. Если пряжа теряет свою влажность, то когда вот при вязке, да, они вот рвется. Поэтому их всегда должен держать в влажности. Егер жіпті осылай ылғал күйде ұстамаса, тоқыған мезгілде, тіккен мезгілде үзіледі дейді, жыртылады. Сондықтан сондай ақаулар болмас үшін осындай ылғалда ұстау керек. Қодастың жүнінен жасалған жіп. Здесь, получается, хранятся и яки, и кашмир, и верблюжий. Все. Пряжа только из яка и из кашмира. Из верблюжьего у нас пряжи нет. Их только это тауық что-то юбкили. Мата. Да. Материал уже готовый, да? Да, из камелия, верблюда там, то есть материал готовый уже там. Бұның ішінде тек қана кашмир және қодастың жүнінен жасалған жіптер сақталады. Түйенің жүнінен жасалғандар бұлар басқа жерде екен.